Екінші слайдта әріптестер, сапалы жазылым үшін не қажет деген сұраққа жауап берейін. Жалпы оқушылар оқу бағдарламасында жазылымда әртүрлі оқу мақсаттары бар. Осыған байланысты біз оқушыларға сапалы түрде жазылымды үйретеміз. Яғни сөздік қорын тиімді қолдана білуге, грамматикалық нормаларды сақтауға, логикалық байланыс орната алуға, мәтін құрылымын тыңдай алуға. Осы проблема барлық сыныптарда да кездеседі деп ойлаймын. Енді жазылымды қалай үйретеміз деген сұраққа келетін болсақ, қазір әріптестермен кішкене қиналып тұрмын, өйткені менде почему-то не көрінбей тұр. Демонстрацияны мен көре алмай тұрмын. Демонстрациядан видно, демонстрация көрініп тұр, бізге көрініп тұр. Жақсы, енді жазылымды қалай ұйымдастырамыз, мен өзімнің тәжірибемен бөліскім келеді. Әріптестер, бірінші тақырып таңдау керек. Осыны скриншот жасап алуларыңызға болады. Бұл мұғалім жетекшілігі арқылы жүргізілетін жазылым. Жалпы эссе жасақта, абзац жасақта, әңгіме жасақта біз осы құрылымды, осы алгоритмді сақтап тұрсақ, балаларға оңай болады. Яғни бірінші тақырып таңдаймыз, екінші жоспарлаймыз. Жоспарлағанда ассоциация немесе кластер жасатуға болады балаларға. Мысалы, Қазақстан дегенде ойыңа не келеді десе, балалар тез-тез ассоциация жасайды. Бұл осылай жоспарлап аламыз. Содан кейін балаларға алғашқы нұсқасын жазғызамыз, оны черновик дейміз, иә. Одан кейін түзету, яғни тексеріп, қайта жаңағы дұрыстатамыз. Содан кейін соңғы нұсқасын жазғызамыз. Бұл алгоритмні. Енді нақты бір мысал келтіріп келейін, бұл контекст арқылы сөз деп аталады. Бұл жерде оқушылар жаңа сөздерді контекст ішінде игереді. Қалай? Синоним, антонимдарын табу арқылы, сөз тіркестерімен жұмыс жасау арқылы. Бұл енді қазақ мектебінде, орыс мектебінде болса да дәл осы контекст арқылы сөзбен үйрету бұл нәтижелі болады. Және мәтін ішінен дұрыс тіркес таңдап алу. Бұл тапсырмалар, әріптестер, грамматиканы емес, ойлау мен дәлелдеуді де дамытады. Енді сөзімді қорытындылай келе, үйлесімділік бұл сөйлемдердің бір-бірімен байланысы деген келеді. Неге? Өйткені біз жазған кезде ең бірінші балаларға сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстырып үйретеміз. Яғни міндетті түрде екінші назар аударатын нәрсе бұл жүйелік, логикалық бірізділік болу керек. Өйткені біздің жазғанымызда логикалық бірізділік болмаса, яғни жазылым білдіреді. Сондықтан мұғалімдердің міндеті бұл тек жаздыру емес, жазуды үйрету, бағыт беру. Және тағы бір нәрсе айтқым келеді, бұл функционалдық сауаттылықты дамытатын өмірлік маңызы бар дағды болғаннан кейін, әр ұстаз кәсіби міндетін атқару арқылы оқушыларды жазуға үйретеді. Әр оқушы бұл ойлы жазушы бола алады. Мен үнемі оқушыларға айтам, жақсы ой бұл тек қана жазу кезінде ғана жүзеге асырады деп. Сондықтан біз дұрыс жол нұсқай білсек, онда балалардың барлығы да жазуға үйренеді. Назарларыңызға рахмет. Сұрағымның тақырыбы Бердыев Байытын 16 жасар чемпион әңгімесіне негізделеді. Бұл шығарманың мазмұны жастардың қадамдылығы, еңбекке адалдығы, спорт пен жігердің мәні қазіргі жасөспірімдер үшін аса өзекті мәселе. Дұрыс естілмейді. Сабақтың өзектілігі және белсенді әдістер. Сабақтың мақсаты мәтінді түсіну арқылы оқушылардың ойлау қабілетін пікір және жауап беру дағдылығын дамыту. Естіліп тұрмын ба? Енді естілді. Да, қазір жатыр. Рахмет. Сабақ қызығушылықты оятудан басталады. Ол үшін адасқан әріптер әдісі арқылы оқушылар сабақ тақырыбымен бейсаналы түрде танысып, чемпион, спорт, бокс деген сөздерді, сөз тіркестерін табу арқылы анықтайды. Келесі
Келесі жасанды интеллект арқылы жазылған мәтінмен балалар танысады. Оқылым және тыңдалым кезеңінде оқушылармен ойлан-тап, ойланту, ой тастау әдістері қолданылады. Бұл әдістер прозалық шығарманың құрылымын, яғни шығарманың басын, ортасын және соңын түсінуге көмектеседі. Осы сілтемелер арқылы өту арқылы олар мәтіннің басын, ортасында қандай эпизод бар екен, Әл-Фараби Мдагеш? қандай эпизод бар екендігін түсінеді. Мәтіндегі жалпы адамзаттық мәселе жасөспірімдердің таңдау жасау, өзін табу, еңбекті бағалау жолындағы күресі екенін өздері анықтайды. Әр топқа түрлі бағытта тапсырмалар беріледі. Бір топ оқиға желісінен бөліссе, екінші топ абзацтардың негізгі ойын кестеге түсіреді. Ал үшінші топ шығармашылық бағытта мәтіннің ортасын өз сөзімен толықтырып жазады. Бұл жерде мәтінмен жұмыс, оймен жұмыс екенін дәлелдейтін сәттер болды. Оқушылар тек мәтінді түсініп қана қоймай, оған жеке пікір білдіріп, дәлелмен сөйлеуге тырысады. Грамматикалық мақсат ретінде мәтін ішіндегі жұмалас сөйлем құрылысымен, оның ішінде абзац аралық байланыстарды аңғарттық. Бұл жұмыстар тыңдалымнан кейінгі жазылымға ұласып, оқушылар өз ойларын жинақы түрде жеткізуге мүмкіндік алады. Кері байланыс кезінде сабақ соңында екі қадам әдісімен рефлексия жүргізіледі. Оқушылар осы кері байланыс беру уақытында өз деңгейлерін бағалайды. Нені меңгеруде қиналғанын білдіреді. Өз сөздерімен айтып өтеді, оларға не қиын болғандығы туралы. Бағалау балдық жүйемен әділ әрі қолжетімді жүргізілді бұл сабақта. Бұл оқушының өз жетістігін бақылауына мүмкіндік берді. Бұл сабақта қолданған әдістер жүйесі жай тапсырма орындау ғана емес, бұл тапсырмалар оқушыны тыңдатуға, сөйлетуге және ойлатуға жетеледі. Оқушылар тек кейіпкер Мұраттың жеңісін талдаған жоқ, олар өздерінің ішкі чемпиондық қасиеттерін ашуға қадам басты. Ендеше, біздің міндет әр сабақты өмірмен байланыстыра отырып, белсенді әдістер арқылы баланың ішкі қабілетін ояту. Қайырлы күн, қадірлі әріптестер, сіздермен бүгінгі кездесу мен үшін үлкен қуаныш әрі жауапкершілік. Мен оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған спорт және салауатты өмір салты тақырыбына негізделген практикалық тапсырмамен бөліспекпін. Қазіргі балалар үшін спорт тек дене белсенділігі емес, ол өмір салты, тұлғалық даму, бәсекелестік пен жеңіске деген мотивация. Сондықтан мен осы тақырыпты таңдай отырып, оқушыларға тек денсаулықты ғана емес, жауапкершілік пен тепе-теңдікті сезінуді де үйреткім келеді. Бүгінгі менің жұмысымның тақырыбы функционалдық сауаттылық, өмір мен үндес оқу. Оқушы мақсатты оқушылардың функционалдық оқу, мәтінді түсіну, саралау және жеке көзқарас білдіру дағдыларын дамыту. Сабақты бастамас бұрын қарапайым сұрақтан басталады. Сен үшін спорт нені білдіреді? Осы сұрақ арқылы оқушылар жеке тәжірибесіне сүйене отырып, ой бөлісіп, мәтінге дайындық жүргізіледі. Мәтін спорттың адам өміріндегі маңызы. Спорттың физикалық және психологиялық жағынан ықпалы, оның оң және теріс жақтары, кәсіпқой спорт пен допинг туралы тың ақпараттар берілді. Негізгі тапсырмалар жабық, тез, ақпаратты дұрыс анықтау, сәйкестендіру, ұғым мен мағынаны байланыстыру, сөйлемді толықтыру, мәтінмен нақты жұмыс, салыстыру кестесі, спорттың екі жақты әсерін сараптау, ал эссе берілген уақытта ойды қорыту, мысал келтіре отырып, өз көзқарасын жеткізу. Бұл тапсырмалар тек мәтінді түсінуге емес, ой қозғауға, пікір айтуға, салыстыруға жетелейді. Эссе оқушының ішкі әлеміне үңілудің, оның жауапкершілікке көзқарасын,
байқаудың тамаша тәсілі болады. Осы тапсырмаларды бере отырып, мынандай бағалау және қорытынды рефлексияға келуге болады. Бағалау шкаласы жалпы 31 ұпай, оқушы деңгейлеріне қарай 26-дан 31 ұпай, олар ең деңгей атаулар талдау шебері, терең ойлайды, байланысты табады. Ал 20-25 ұпай жинаған уақытта көзқарас іздеуші пікір білдіреді, дәлелмен жазады. Ал 10-19 ұпайдың аралығында жинаған уақытта дерекпен жұмыс жасаушы мәтіннен ақпарат таба алатын ұпай жинайды. Ал бастауыш деңгей бағытпен жұмыс істеуді бастайды. Бұл ең төменгі ұпай, яғни 9 ұпай. Мұғалім топтық немесе жеке баға беруге қолдана алады. Осыны сөз соңында айтқым келетіні, спорт ол жаттығу ғана емес, ол тәртіп, шыдамдылық, тепе-теңдікпен таңдау. Ал оқу сауаттылығы осы таңдауды түсініп, дұрыс шешім қабылдауға үйрететін жол. Оқушы тек денесін емес, ойын да шынықтыру керек. Бүгінгі жұмысымыз осы ұстанымды дәлелдеді. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға алғыс айтамын. Пікірлеріңіз бен сұрақтарыңызға дайынмын. Қорыта айта келе, түйін спорт тәртіп, шыдамдылық табыс негізі, тепе-теңдік ұзақ өмір кепілі, таңдау ол жауапкершілік. Ал оқу сауаттылығы барысында бұл түсіну, талдау, таңдау, шешім қабылдау. Сабақта спортта тұлғаны шыңдайтын кеңістік. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен аты-жөнім Дәулетканова Саида Қасымханқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші. Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Алтай ауданы бойынша білім бөлімінің Алтай қаласының номер 6 орта мектебінде жұмыс жасаймын. Бүгінгі ұсынып отырған тақырыбым мәтін мәнері оқу сауаттылығын дамытудың құралы. Оқушылардың оқу сауаттылығы мен мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын дамыту заман талабы. Осы бағытта атқарылған тәжірибелік жұмыс мәтін мәнері бағдарламасы негізінде жүзеге асырылып отыр. Алдыңғы қатарлы білім беру жүйелерінде оқушы тек білімді тұтынушы емес, оны сараптайтын, қолданатын тұлға ретінде танылады. Сондықтан бүгінгі орта білім берудің миссиясы функционалдық сауатты, ойын еркін жеткізетін осы мақсатты жүзеге асыруға бағытталған. Қазіргі білім беру үдерісінде оқушылардың мәтінді түсініп оқуы, ой елегінен өткізуі, мазмұнын сараптап өз пікірін білдіруі басты қажеттіліктің бірі. Семинардың бұл бөлігінде қатысушыларға бүгінгі білім берудің маңызды аспектісі ретінде оқу сауаттылығын дамыту міндеті таныстырылады. Орыс тілді мектептерде қазақ тілін оқыту барысында жиі кездесетін кедергілер оқушылардың мәтінді тек жалаң түсінуі, сөйлем құрылымдыларын дұрыс меңгермеуі, өз ойын жеткізуде қиналуы. Бұл бағдарламаның идеясы осы қиындықтардың шешу жолдарын ұсынуда. Проблема аясында қойылған риторикалық сұрақтар арқылы аудиторияны ойландыру, белсенділікке тарту көзделеді. Мұғалімдердің тәжірибесі